армысыздар, құрметті қазақстандықтар, құрметті 4 власть инфо көрермендері. Мына біздің облыстың кемшіліктерін кей кезде айтқым да келмейді. Өйткені облыс шеңберінде жаңағы сүйкімсіз болып, кей кезде жаңағы республика деңгейіне кемшілік болып шығып кететін дүниелер бар. Бірақ облыс әкімінен бастап облыс прокуроры, басқа да лауазымды тұлғалар қазіргі кезде жаңа Қазақстанды құру мақсатында көптеген кемшіліктерді алдын алып жатыр. Кей кезде республикаға да атығым шығып кетіп жатыр кей мәселемен. Енді осындай бір дүниені қарғайын десем жалғызып, қарғамайын десем жалмаузым дегені. Айтпайын десең ауруың жасырған өледі дейді. Енді айтпайын десең ішке де сыймайтын дүниелер болады. Осы үндеуді мен облыс әкімі Бейбіт Өксікбайұлы өзіңізге үнемі сізді мазалай беремін, үнемі. Басқа айтатын тыңдап жатқан құлақ жоқ, былай айтайыншы мен сізге. Мына Жетісу футбол клубының жұмысшылары күні бүгінге менің мазамды алды десем артық айтпаймын. 10 шақты адам хабарласып жыларман күйде Бейбіт Өксікбайұлы. Мына Дөнсебаев Қалтай, Қалмұхамед дейді, қысқартып Қалтай деп айтады екен ол кісіні. Қалай сізге айтсам, өте мінезі ауыр, өте дөрекі, өте заң бұзушылыққа жақын азамат деп арызданып жатқан адамдар өте көп. Жыларман болған жас қыздар өте көп. Заңсыз жұмыстан шығып кеткен адамдар өте көп. Сонымен қатар трайбализм дейміз ғой. Солды берең алып тұр деп айтады. Сосын сіздің атыңызды неге жамылады? Неге бір жерде ішіп жегеніңізді айтады? Мен облыс әкімі Бейбіт Өксікбайұлы болып тұрған кезде мені ешкім бұл жерден алып тастамайды. Себебі мен жалайырмын. Ол кісі маған бауыр деп айтады екенді. Мен елдердің сөзін де жазып алдым. Бейбіт Өксікбайұлы білесіз ғой, мен жалған ақпарат, біреудің өсегін, ондай нәрсені тасымаймын, бірақ әлбетте ақпарат солай келіп тұр. Сосын ана құмай тазы иттерді асырайтынына мақтан болады екен. Түрлі жаңағы иттер не деп айтады? Асыл құмай тазы иттер, енді пародисті иттер дейміз ба, соның шейін айтып мақтанады екен. Енді мына заманда біреу бір бөлкен нан қазары болып атқан заманда сондай дүниелерді айтып, сондай бір лапыс сөйлеудің не қажеті бар қоғамда? Болды ма, асырадың ба, жүре бер. Байсың ба, өзіңе байсың. Оны ана көпшілік жерде айтып, мақтанып, өзі әрең жүрген. Бірақ мына жұмысшылар неге бұны айтуға қорқады? Себебі Талдықорған кішкентай ғой Бейбіт Өксікбайұлы. Жұмыссыздық белең алып тұрған шақта 50 жастан асқан азаматтарымызға жұмыс табу мәселесі өте қиын әзір. Соған бола кіріптар болып тұр да ана кісіге. Мұқтаж, жұмысқа мұқтаждық, жаңағы шындықты айтудан бас тартып отыр елдер. Қорқады. Себебі сол жұмыстың өзінен айырып қоямын деп айтады екен. Өзінің күйеу балаларын жұмысқа орналастырып қойған. Бұрындары сол жұмыста 10 жыл қызмет еткен адамдар 80-100 мыңның көлемінде алса, өзінің күйеу балалары, туған күйеу балалары қазір дәл сол қызметке отырып 250-500 мыңға шейін жалақы алады екен. Бұл неге олай болып жатыр? Содан кейін өзінің жалақысы 1,5 миллион артық емес па зейнеткер үшін? Мына аэропорттың басшысы ретінде де 1 миллионнан аса жалақы, Жетісу футбол клубының басшысы ретінде де 1 миллионнан аса жалақы. Енді білмеймін мен, ондай жалақы алатын сондай қандай жұмыс атқарып жатыр ол кісі? Сонда біз күні түні қызмет атқарып жатқан кезде 200 мыңға толтырамаймыз жалақымызды. Сонымен мына заңсыз жұмыстан шығып кеткен азаматтардың бәрін көтеріп тыңдаңыздар. Шын мәнінде бір әділетсіздік дүние болып жатыр. Одан кейін жаңағы жалайырдан басқа ешкім бұл клубта жұмыс жасамайды дейді. Енді айналып кетейін, басқа елдің азаматтары сонда не? Президент те өзіне бұндай еркіндік беріп қоймайды ғой. Бәріміз бір елміз, бір қазақпыз, өзіміз азақпыз, бір-біріміз үшін бауыр болып, осы мемлекетті бірге құрайық, ауыз бірлікте болайық демей ме екен? Осы бағытта мен сізге Бейбіт Өксікбайұлы, сіздің дипломаттығыңызда, сіздің мына адамгершілігіңізбен
осы бір мәселені түпкілікті шешеді деген сеніммен сізге осы үндеуді жіберіп отырмын. Кеше естуімше ол кісінің контрактысы 29-ы, 4-ші айдың 29-ы 23 жылға дейін екен, бірақ бір жылға ұзартты деген әңгіме естіп жатыр. Масқара ғой. Енді осынша кемшілік бола тұра, осынша адамдар наразылық білдіріп жатыр. Керек болса бүкіл арызданған адамдардың жан айқайын жеткізіп беруге дайынмын, бірақ осындай азаматтарымыз ары қарай зейнеткер бола тұра футболға ешқандай үлес қосып атпағаны анық бола тұрса да, біз осының бәріне сонда жол беріп қойсақ, сонда біз кім болғанымыз? Біреулер айтатын шығар, біреу кедей байдың дүниесін қызғаныпты деп. Мен оны қызғанып отырған жоқпын, бірақ перспективный дейді ғой, жаңағы болашаққа үмітпен қарайтын, болашақ үшін осы біздің футболымыз, біздің жаңағы еліміз, жеріміз дамысын деген азаматтарымыз өте көп емес па? Сол азаматтарымызды неге сол футболға тартып бас шығып қоюға бір адам, лайықты адам табылмаған ма жастардың арасында? Неге біз бір зейнеткердің аузына қарап қалдық? Неге бұл зейнеткердің, мен сізге айтайын, заң бұзушылықтары көзге айқын көрініп, шын мәнінде адамның ақысы кетіп атқан деген әңгімелер шығып жатқаннан кейін, миллион жарым зарплатамен ана адамдардың асты үстіне кіріп жұмыс жасап, соларға жағдай жасап, осының бәрін жасап жатса, ешкімде наразылық білдірмес еді ғой. Бірақ адамдар наразы, адамдар әбден іштеріне шер толған, адамдар күйініп кеткен. Енді сол адамдардың жан айқайын еститін біздер ғана емес па? Бейбіт Өксікбайұлы осы бір мәселені шешіп, заң шеңберінде шешім қабылдайды деген үміттемін. Бұл спорт дейміз ғой, спорт басқармасының басшысы, әсіресе қазіргі кезде мына Ұлан деген азамат аздап мүмкін енді ғана кірісіп атқан соң көп жұмысты білмей жатқан шығар, мүмкін жастығы ма екен, мүмкін кішкене тәжірибе аздау болып тұрған шығар, бірақ бұл мәселелерді шеше алады дегенге мен кішкене күмәндандым. Өзіне де айттым, бірақ өзі өкпелеп қалған көрінеді. Жарайды, енді біз жалпы өкпешіл халықпыз ғой, ештен кетпейді. Бейбіт Өксікбайұлы, егер сіздің атыңызды жамылып сондай нәрселер жасап жүрген адам болатын болса, өзінің барлығын, байлығын сөз қылып жүрген адам болатын болса, құмай тазы иттеріне шейін айтып, соның бәрін халыққа таратып, жалайырлар ғана Жетісу футбол клубына жұмыс жасайды дейтін азамат болса, енді дұрыс жағынан әділетті шешім қабылдаңыз. Басқа елдің азаматтары да адам, мен қазақпын, ешқандай елге бөлінбеймін, бөлінгенді бөрі жейді деген қазақ. Мен жалпы қазақтың ел үшін, жер үшін, әрбір қазақ мен үшін жалғызым. Сізде сондай принцип ұстанасыз деген сенімдемін. Сондықтан сізден әділетті шешім, өзінің жаңағы орнын тауып, Жетісу футбол клубы жалпы бір жақсы қолға өтіп, біздің футболымыз көтеріліп, спорт деңгейі жоғарылап, ертең бір үлкен дәрежедегі облыстардың қатарында болатынына мен сенемін. Облыс әкімі дұрыс шешім қабылдайды деген ойдамын. Бұл азаматты мен өзім танымаймын, көрген емеспін, жаман жақсы деп айта алмаймын, бірақ арызданушы, өкпелеуші, ренжулі адамдар өте көп. Сондықтан керек болатын болса, дәлелді де әкеліп бере алам. Сіздер осы бағытта дұрыс шешім қабылдаңыздаршы, өтініш.